Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 3-ші сыныптың 14-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бірінші тапсырма, мәтінді оқы. Батыс Алтай қорығының жануарлар әлемі балықтар, қосмекенділер, бауыр мен жорғалаушылар және сүтқоректілермен әйгілі. Қорықта құстардың 191 түрі бар. Олардың ішінде ақсары ителгі, кәдімгі ақсары, қарақұр, балшықшы, тоқылдақ және көкектер бар. Мысал үшін, бұл жерде балшықшы, құр, көкек, ителгі құстарының суреттері тұр. Теңсіздікті оқы. X кіші 191-ден. Сан сәулесін дәптеріңе сыз. Берілген санды сәуледен белгілеп көрсет. Шешімдер жиынын штрихпен белгіле. Шешімдер жиынына жататын 10 санды жаз. Бұл жерде балалар сан сәулесін сызып, мысалы 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 сандарын жазып, оларды штрихпен белгілеп шықтың. Яғни осы сандар 191 санынан кіші. Яғни осы сандар шешімдер жиынына жататын 10 санның ішіне кіреді. Екінші тапсырма. Өрнектерді жазып, олардың мәнін тап. 220 мен 320 сандарын қосындысын 420 санын арттырғанда өрнектің мәні 960-қа тең болады. 700 мен 180 сандарын қосындысынан 480 санын азайтқанда өрнектің мәні 400-ге тең. Келесі, 640 пен 220 сандарын айырмасынан 530 мен 30 сандарын қосындысын арттырғанда өрнектің мәні 980-ге тең болады. Және соңғысы 800 санынан 680 мен 220 сандарын айырмасын кеміткенде өрнектің мәні 340-қа тең болады. Келесі үшінші тапсырма, өрнекті баған түрінде жаз және есепте. 459 бен 238 санының қосындысы 697-ге тең болады. 900 бен 317 санының айырмасы 583-ке тең. 781 мен 649 санның айырмасы 132-ге тең. 401-ден 345 санын азайтқанда айырманың мәні 56-ға тең болады. 579 санына 209 санын қосқанда қосындының мәні 788-ге тең. 198 бен 745 санның қосындысы 943-ке тең. Келесі төртінші тапсырма, есептеме салыстыр. 310 мен 250 санның қосындысы кіші 310 мен 360 санның қосындысынан. Келесі, 400-ден 180 санның айырмасы кіші 600-ден 180 санның айырмасынан. Келесі, 620 мен 250-дің қосындысы артық 250 мен 260 санның қосындысынан. 700 бен 280 айырмасы тең 600 бен 180-ның айырмасына. Келесі бесінші тапсырма. Кесте бойынша өрнектер құрастырып жаз, олардың мәнін тап. 9 бен 4-тің көбейтіндісіне 600 санын қосқанда, қосындының мәні 636-ға тең болады. Келесі, 6 мен 5 саны көбейтіндісіне 185-ті қосқанда, қосындының мәні 215-ке тең. Және 32 мен 4-тің бөліндісіне 6 мен 5 саны көбейтіндісіне қосқанда, қосындының мәні 38-ге тең болады. 900-ден 4 пен 7 саны көбейтіндісін азайтқанда, айырманың мәні 872 болады. 500-ден 3 пен 9 саны көбейтіндісін азайтқанда, айырманың мәні 473 болады. Және соңғысы, бірінші азайғашы 82 мен 18 саны қосындысынан 2 мен 8 санының көбейтіндісін азайтқанда, айырманың мәні 84-ке тең болады. Келесі алтыншы тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер, есептер құрастыр. Барса келмес қорығы Қызылорда облысы Арал ауданында орналасқан. Қорықта өсімдіктердің 278 түрі бар. Наурызым қорығы Қостанай облысы Наурызым және Әулиекөл аудандарында орналасқан. Қорықтағы өсімдік түрлерінің саны Барса келмес қорығындағы өсімдіктерден 409-ға артық. Наурызым қорығында өсімдіктердің қанша түрі бар? Екі қорықта барлығы қанша өсімдіктердің түрі бар? Ең бірінші балалар, осы есептің берілген жазбалайық. Барса келмес қорығында
278 өсімдіктің түрі бар. Наурызым қорығында қанша өсімдіктің бары белгісіз, бірақ Барсакелмес қорығына қарағанда 409 өсімдікке артық. Бізге Наурызым қорығында өсімдіктің қанша түрі барын білу керек, және екі қорықта барлық қанша өсімдіктің түрі бар екен анықтау керек. Енді балалар шешу деп жазып аламыз да, Барсакелместегі 278 өсімдіктің түрін жазып қоямыз, яғни 278 қосу 409 деп. Сонда бізде қосындының мәні 687-ге тең. 687 деген бұл Наурызым қорығындағы өсімдіктің түрі екен. Енді осы Барсакелместегі 278 өсімдіктің түрін, яғни 278 қосу шыққан жаңағы Наурызым қорығындағы шыққан санға қосамыз, яғни 687 санына қосамыз. Сонда қосындының мәні 965-ке тең болады. Демек жауабы екі қорықта барлығы 965 өсімдіктің түрі бар екен. Келесі 7-ші тапсырма. Кесте бойынша теңдеу құрып, оны шеш. Бірінші қосылғыш 320, қосындының мәні 650, демек екінші қосылғыштың мәні 330-ға тең болады. Келесі, бірінші қосылғыш белгісіз, екінші қосылғыш 87, қосындының мәні 587, демек бірінші қосылғыштың саны 500-ге тең. Бірінші қосылғыш 780, қосындының мәні 800, демек екінші қосылғыш бізде 20-ға тең болады. Азайғыш 840, азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 310, демек азайтқыш бізде 530-ға тең болады. Келесі азайғыш бізде белгісіз, азайтқыш 330, айырманың мәні 560 болып тұр, демек азайғыш 890-ға тең. Келесі азайғыш 350, азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 50-ге тең, демек азайтқыш бізде 300-ге тең болады. Келесі 8-ші есеп. Сандар қатарының заңдылығын тауып, оны жалғастыр, келесі 3 санды ата. Бірінші қатарда бізде 202, 303, 404 сандар берілген. Бұл қатардағы сандар 101 санға артып отыр. Демек, бізде 3 бос ұяшық тұр, оларға біз 505, 606, 707 сандарын жазып шығамыз. Төмендегі екінші қатардағы сандар 110, 220, 330. Бұл қатардағы сандар 110 санына артып отыр. Демек, 3 бос ұяшыққа біз 440, 550, 660 деп жалғастырып жазамыз. Келесі 9-шы тапсырма, санды өрнектер құрып, олардың мәнін тап. А нұсқасы 320 мың мен 120 мың сандардың қосындысына 540 мың санын қосқанда өрнектің мәні 980 мың болады. Ә нұсқасы 600 мың мен 120 мың сандардың қосындысынан 420 мың санын азайтқанда өрнектің мәні 300 мың болады. Б нұсқасы 540 мың мен 120 мың сандарын айырмасынан 420 мың мен 20 мың сандарын қосындысына арттырғанда өрнектің мәні 860 мыңға тең болады. В нұсқасы 900 мың санынан 580 мың мен 120 мың сандарын айырмасын азайтқанда айырманың мәні 440 мыңға тең. Құрастырылған өрнектердің қайсысы сызбаларға сәйкес келеді, оны толтырып жаз. Бізде көк түсті сызбаға А нұсқасы сәйкес келеді және жасыл түсті сызбаға Б нұсқасы сәйкес келеді. 10-шы тапсырма санды өрнектің мәндері бойынша кестедегі сөйлемді тап. 240 санынан 217 санын азайтқанда 23 шығады. 230 мен 229 санның айырмасы 1-ге тең. 226 мен 223 санның айырмасы 3-ке тең. 338-ден 327-ні азайтқанда 11-ге тең. Әрі қарай балалар тура осылай азайту мен қосу амалдарын орындап, амалдардың мәндерін табасындар. Және шыққан мәндерге әріптердің реттіліктерін қойған кезде бізде табиғатты қорғау сөзі шығады. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.